Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Ал-муъминул қауи хайрун ва ахаббу илаллахи минал муъминид даиф." Күшті момын Алла Таалаға жақынырақ, сүйіктірек, алсыз момын мұсылманға қарағанда дейді. Эмне жағынан алсыз жана эмне жағынан күшті болса, денесі жағынан, илими жағынан, билими жағынан, адеп, ахлағы жағынан. Демек, Алла Таалаға жақын болушты қалайсың ба? Алла Тааланың астында ең сүйікті адам болушты қалайсың ба? Анда барлық жерде номер 1 болғанға әрекет қылған. Егерде ел қатары ичсең, ел қатары жесең, ел қатары жүрсең, жер жүзінде 7 миллиард адам болса, Қырғызстанда 7 миллион адам болған болса, ошолордун бирисиң. Эч нерсени өзгөртпөйсүң, алдыга дагы артыга да кетирбейсиң, бир гана ошол эл катары жеген ичкениң эле болот. Эгерде Алла Таалага жакындоону, Алла Таалага эң сүйүктүү болушту каалаган болсоң, Алла Таалага дават кылганда, жакшылыкка чакырганда, жамандыктан кайтарганда номер 1 бол, биринчи бол. Эгерде догдур болгон болсоң, өзүң илимиң боюнча жакшы оку, жакшы кызмат кыл, номер 1 бол. Ошондой эле укук коргоочусуңбу, кайсы жерде иштесең дагы өзүң ишиң так билгин, бирөөнүн акысына кирбегин, номер 1 болгон. Кайсы бир курулушта иштейсиңби, ал жерде болсоң дагы ишти жакшы кылгын, ал жерде дагы эң жакшы, эң мыкты адам болгон. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, бизнесмен болсоң дагы номер 1 болгон, адал менен, жакшылык менен, садака ихсан менен. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, ар бирибиз ушундай Алла Таалага эң сүйүктүү кул болгонго аракет кылайлык. Алла Таалам айткан сөзүбүзгө амал кылуучулардан, билген нерсебизге амал кылуучулардан кылсын деп Алла Тааладан сурайбыз. Ассаламу алейкум.